Тақырыбымыздың мақсаты өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілі мен әдебиетін оқыту үрдісінде цифрлық білімді тиімді қолдана отырып, шығармашылық қабілеті жоғары оқушының дамуына мүмкіндік туғызу. Міндеттері: басқа ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйретуде цифрлық білімді тиімді қолдана арқылы сөздік қорды молайту. Оқушыларға күнделікті тұрмысқа қажетті сөздерді меңгерте отырып, еркін сөйлеу дағдыларын заманауи тәсілдер арқылы қалыптастыру. Мемлекеттік тілде сөйлей білуге машықтандыру. Өзектілігі: ұсынылған Padlet және Linoid тақталарын сабақта, педагогтар мен ата-аналар жиналысында қолдануға болады. Тақтаға шексіз мөлшерде ақпарат, сондай-ақ бірлескен жұмыстарды орналастыруға болады. Пікір жазып, бағалау мүмкіндігі бар. Ерекшеліктері: әрбір педагог пен оқушы оқыту мен үйрену процестерін игеру үшін мемлекеттік тілден басқа технология тілін меңгеруі қажет. Цифрлық технологияны меңгеру барысында өзін дамытады және қалыптастырады. Сапалы білімге жету мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі. Linoid бұл веб режимінде жұмыс істейтін тегін қызметтердің түрі. Linoid виртуалды онлайн бөлісу тақтасы. Яндекс парақшасының іздеу жолына linoid.com адресін жазып, Sync Up Lino батырмасын басасыз. Тіркелу парақшасына логиніңіз бен құпия сөзіңізді жазасыз, немесе Google браузеріне баса отырып, Google адресімен кіре аласыз. Ашылған Linoid тақтасының жаңа хост кетігін басасыз. Ашылған тақтаға тақырыбын жазасыз, түсін таңдайсыз, керекті параметрлерін таңдайсыз және жаңа тақтаны құрасыз. Жаңа тақта құрылды. Бұл тақтаның мүмкіндіктері: стикерге мәтін жазасыз, оның шрифтін өзгертесіз, түсін өзгертесіз және жіберу батырмасын басасыз. Фото суреттерді жүктеуге мүмкіндігі бар. YouTube-тан алынған сілтеме арқылы бейнебаян жүктеуге болады. Word құжатын жүктеу мүмкіндігі бар. Linoid тақтасын 6 сыныптағы қуат көзіне не жатады тақырыбы бойынша 4-ші тапсырмада қолданамыз. Мәтінді оқы, кестеге сүйеніп қою қаріппен жазылған есімдік түрлерін ажырат. Оқушылар есімдіктің түрлерін ажырату үшін Linoid тақтасын пайдаланады. Ол үшін мұғалім Яндекс парақшасына linoid.com деп жазып, бірінші нұсқадағы Sync Up парақшасын ашады. Тіркеу парақшасына Linoid тақтасының логинін және құпия сөзін жазу керек. Егер де сіз Linoid тақтасына тіркелмеген болсаңыз, Google парақшаңыздың логинімен кіруге болады. Google нұсқасына басып, Linoid тақтасына кіреміз. Бұл Linoidтың басты парақшасы. Бұл парақшадан біз жаңа тақтаны жасауымыз қажет. Тақтаның атын жазамыз, бізде 6-шы В сыныбы, тақтаның түсін аламыз, қоңыр түсті алдық, және тақтаға барлық оқушылардың стикерді ілуіне мүмкіндік туғызатын 3-ші нұсқасын тағайындаймыз және жаңа тақтаны жасаймыз. Жаңа тақта пайда болды. Осы тақтамен жұмыс істеу үшін оқушыларға тақтаның ссылкасын жіберу қажет. Ол үшін ссылкаға басып, оқушылардың алдын ала дайындалған жұмыс тобына жібереміз. Жіберілген ссылка арқылы оқушылар Linoid тақтасына кіріп, стикерді алады. Кез келген түсті таңдайды. Таңдалған түске атын жазады. Тапсырманы орындайды, есімдіктің түрлерін ажыратады. Тапсырманың шрифтін өзгертуге болады. Түсін өзгертуге болады.
соңғы жақтағы жіберу батырмасын басып, тапсырманы тақтаға ілеміз. Тапсырма ілінді. Енді осы тапсырманы барлық оқушылар көреді және бірін-барын бағалауға мүмкіндік болады. Ол үшін қарындаштың суретін басып, қайтадан тапсырмаға кіреміз. Тапсырмадан белгі, значок деген батырманы баса отырып, кез келген бағалау нұсқасын аламыз. Бізде сандық баға 5 бағасымен Марияның жұмысын бағалаймыз және сақтаймыз. Тапсырма сақталды. Осындай тапсырмалар бірін-бірі бағалауға өте тиімді. Тіркелу үшін бірнеше нұсқасы бар. Біріншісі Google аккаунты, Microsoft Office немесе Apple ID аккаунты арқылы кіре аласыз. Қабырға түрлері. Қабырға бірнеше топтан тұра алады. Егер де қабырға ретінде таңдасаңыз, посттар кірпіш түрінде орналасқан. Бұл тақтада барлық ақпарат тетрис принципі бойынша құрылған және бір жерде жиналады. Әр пост үшін орын іздеудің қажеті жоқ. Сюжеттік тақта. Посттар бірінен соң бірі орналастырады. Қабырғаға ұқсайды. Егер көрші посттардың өлшемдері әртүрлі болса, посттар арасында бос орын қалуы мүмкін. Кенеп. Жазбаларды кез келген жерден орналастыруға болады. Бұл тақтада сіз ақыл ой карталары мен диаграммалар жасай аласыз. Таспа. Посттар дәйекті түрде орналастырған. Көрініс смартфондағы әлеуметтік желілердегі жаңалықтар арнасын көргеніңізге ұқсайды. Бағандар. Посттар бағандарға таратылады. Осылайша ақпаратты бірнеше топқа бөлуге болады. Әңгімелер. Тақтада хат жазыса аласыз. Хабарламаларды әлеуметтік желілерге сөйлескендей орналастырылады. Карта. Посттар барлық елдер, қалалар мен жолдар бар әлем картасындағы нүктелерге байланған. Хронология. Посттар көлденең сызықта орналасқан. Осылайша сіз посттарды хронологиялық тәртіпте орналастыра аласыз. Жұмысты бастау үшін Google немесе Яндекс браузерінің іздеу жолағына Padlet деп жазып, бірінші шыққан rupadlet.com сілтемесін шертіңіз. Сізде Padlet тақтасының жұмыс беті шығады. Сол жақтан қабырға түрін таңдаңыз. Қабырға, сюжеттік таспа, кенеп, бағандар, карта, әңгімелер немесе хронология. Құрылған тақтаға немесе жаңа тақтаны құруға болады. Жасалатын беттер мен қатысушы пайдаланушылар санында ешқандай шектеулер жоқ. Қазіргі уақытта оқушылардың кері байланыс алуға, олар өздерінің әсерлері мен идеяларын ортақ пайдалану үшін виртуалды Padlet тақтасынан білемін, білдім, білгім келеді әдісі бойынша кері байланысты алып көрейік. Қабырғамызға тақырып атауын береміз. Мазмұнына сай суретті ғаламтор желісі бойынша таңдап суретті қоямыз. Сондай-ақ қарыптың түсін өзгертіп, оқушылар өз пікірлерін қалдыра алады. Құрылған қабырғаны ашып көрейік. Бұл жерде оқушылар өз логинінен кіргендіктен әрбір оқушының аты жөні белгілі болады. Олар сабақ бойынша өз пікірлерін жазып жариялайды. Оқушылардың жазған пікірлерін жаңа беттен ашып қарауға мүмкіндігі бар. 3 нүктелі батырмасын шертіп, пост сілтемесін көшіреміз. Оқушылар тез әрі оңай табу үшін күнделік KZ сайтынан керек сабақ пен сыныпты таңдаңыз. Сабақтың жұмыс түріне
өзіндік жұмысты қосып, қосымша ақпарат жолағына пост сілтемесін көшіріңіз. Барлық өзгертулерді сақтаймыз. Осы сілтемеге оқушылар басу арқылы Padlet тақтасына тікелей, яғни кері байланыс қабырғасына тез әрі оңай көше алады. Бұл ретте оқушылар сыныпта да, топта да жұмыс істей алады. Барлық ресурстар бір жерде жиналады және ешқашан жоғалмайды. Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны енгізуді міндеттейді. Қорыта келе, оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерінің түрі цифрлық білім беру оқушылардың пәнге деген танымдық қызығушылығын арттырады, тиянақты білім алуына жағдай жасайды. Бүгінгі бейне дәрісімізді келесі өлең жолдарымен аяқтағымыз келеді. Өз тілімді үйретемін өзге тілдің ұлына, салт дәстүрін ұқсам деген сан өкілдің қызына. Менің тілім Абай Мұхтар Ильяс, үйренгісі келген жұртқа құшағында аш бауырлас. Назарларыңызға рахмет.